Құрметті достар, барлығыңызға жалынды сәлем. Сіздермен бірге тағы да бір мәрте өңіріміздегі волонтерлікті дамыту бойынша подкаст айдарын әрі қарай жалғастырамыз. Және де бүгін бізде қонақта Шоқан Уәлиханов университетінің жақында түлек атанатын керемет студентіміз, Ақмола облысындағы белсенді волонтерлік жаңағы тренингтерді өткізетін тренер, жыл волонтері 2023, яғни өте көп регалиі бар Сайлаубаева Милана Болатқызы. Қош келдіңіз, сәлеметсіз бе? Бүгінгі біздің подкастымызға сізді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз, ең алғашқы және де алдағы уақыттағы өзіңіздің жоспарларыңызбен бөлісіп өтсеңіз. Сәлеметсіз бе? Осылай қонақжайлық танытып шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Есімім Сайлаубаева Милана Болатқызы. Сіз айтып кеткендей Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің 4-ші курс студентімін. Мамандығым болашақ математика, физика және пәні мұғалімімін. Қазіргі таңда волонтерлік саланың тренерімін. 4 жыл, алласы 5 жыл болады. Сол волонтермін, сонымен қатар болашақ ұстазбын. Волонтерлікке келу тарихым 2022 жылы мен енді ғана түлек болып шыққанда Қазақстан студенттер альянсына оқушы бола тұрып, сол ұйым мүшесі атанған едім. Сол кезде бізде Ақмола облысының жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өткізілген жас кемп деген лагерьға бардым. Ол кезде мен белсенді активист болдым. Енді ғана сол волонтерлік не екенін білмеген, белсенділік өмір не екенін білмеген студенттік өмірге алғаш рет қадам бастаған кезім болған еді. Сол кезде мен таныса бастадым. Осы волонтерлік деген бізде сала бар екен, белсенділік сала бар екен, осындай ұйымдар бар екен. Солай мен ақырындап қызығушылықты таныта бастадым. Ал нақты тек қана волонтерлікпен айналысқан жылым бұл менде 2022 жылдың қазанынан бастап, сол қазіргі таңға дейін. Өзімді қазір белсенді емес, көбінесе волонтер деп айтаймын. Сол кезде, яғни сіз волонтерлікпен мүлде таныс болмадыңыз, бұл салаға енді келген кездегі өзіңіздің ең алғашқы жаңағы впечатление дейміз ғой, жатқан кезде сол сізде қалай болды? Жалпы бұл жандар жайлы, волонтерлер жайда алғашқы ойыңыз таныс болмаған кезде қалай ойладыңыз? Сонымен бөлісе өтсеңіз. Мен шын айтсам 2021 жылдары 20 карантинға дейін мен волонтер деген сөзді естігенмін. Бірақ жай ойлайтынмын, ол анда-мында жүгіреді, концерттарда болады, бесплатный, бүкіл жаққа баратын адамдар деп. Сосын 2020 жылы карантин басталған кезде алғаш рет сол фронт офис деген кеңселер ашыла бастады. Сол кезде көптеген волонтерларды былай сырттай көретін, бірақ та өзім былай қатты үнілмеппін ішіне. Сосын 2022 жылы бұл саламен танысқаннан кейін мен түсіндім, бізге осы айтатын волонтерлік салаға адам келгенде ол 3 этаптан өтеді. Бірінші этабы ол жай ғана грамота үшін ғана қазір келіп кетейін дегендей. Екінші этабы маған осының мынандай бір бөлшегі ұнайды екен, осымен айналысам ау деп. Ал үшінші этабы нақты өз жүрегімен, жан тәнімен айналысып бұл салада қалатын адамдар. Ең басында келген сезім менде қандай болды? Волонтерлік салада бір-бірімен андай қатты жек көрушілік деген, конкуренция деген жоқ. Белсенділік салада әрине ол болуы мүмкін, енді ол бар конкуренция. Ал волонтерлік салада барлығы бірге, біріміз біріміз үшін деген слоганмен барлығы жүріп жұмыс жасайды. Сол маған ұнады. Өйткені енді ғана оқуға келгенде волонтерлік сол отбасым, құрамым, жанымдағы жақындарым маған екінші отбасыға айналды. Мені жақсылыққа үйретті. Андай махаббатқа, адамға махаббатпен бөлісу деген қасиеттерге үйретті деп айта аламын. Яғни сізде бұл салаға келгеннен бастап өзіңізге өте көп жағымды жақтағы өзіңізге арналған качестволарды өзіңіздің бойыңызға сіңірдіңіз деп айтуға толыққанды болады. Жалпы бұл сізде әр адамда, яғни волонтерлік бағыт болсын, жалпы өмірдегі белсенділік болсын, әр адамда өзінің бір менторы, болмаса бір ұқсатқысы келетін адам, бір өзінің личный кумир дейді біреулер. Сізде сондай бір жан бар ма, әлде сіз жалпы бұл салада мысалы кімге қарап бой түзедіңіз? Кімге қарап бой түзедім? Ең басында мен 2022 жылы Қазақстан студенттер альянсына мүше болып келгенде маған жол көрсеткендердің бірі бұл Ақбота Рауанқызы болатын. Ол бізде руководитель Қазақстан студенттер альянсы. Содан кейін өзімнің ең алғашқы жұмыс орнындағы ағаларым бұл сіз, Дидар ағай және Дастан ағай. Сіздерге үлкен рахмет айтқым келеді қазір. Өйткені мен сіздерге қарап бой түзедім. Сосын сіз де Дастан ағай да маған айтатын осындай. Ол экологиялық акцияда болған ситуация болды. Милана, әрқашанда бір нәрсе істесең, оны 100% орында, немесе мүлде орындама дейтін. Қазіргі
сондықтан да мен университетте жүргенде де сол принципті қолданамын. Немесе мен бір затты аламын да оны дұрыстап тиянақ жасаймын, немесе мүлде кіріспеймін. Өйткені бұл сонда волонтерлік салада сондай, ол андай жай ойыншық ретінде қарайтын сала емес. Сен не оған толығымен 100% оған терең түсініп кетесің, немесе мүлде жоламайсың. Өйткені бұл өтіріктің алаңы емес. Иә, дұрыс айтасыздар. Иә, сондай бізде бір қызықты жағдайларда болған екен. Дәл қазір еске түсіру өте қызықты, кәдімгідей өмірімізде өткен бір қызық сәттердің бірі. Дәл қазір осындай өзіміздің шәкіртімізде келе тура келеді. Алдымызда қазір өзімізден асқан керемет жетістіктері бар. Және де осы сәтті пайдаланып барлықтарыңызды осындай белсенділікті волонтерлік бағытқа шақырамыз. Жалпы ары қарай жалғастыратын болсақ, волонтерлік бағыттағы жаңағы эмоцияға көп үңілетін бізде волонтерлеріміз бар, иә? Өзіңіз білесіз, біреуге мысалға бір жерге бару өте қатты қиындыққа тудырады, керісінше біреулер сол нәрсені өздері өте жақсы бейімделіп атқарады. Сіз үшін өзіңіздің есіңізде қалған, ешқашан ұмытпайтын бір қатты эмоциялық тұрғыда әсер еткен жағдайлар болды ма? Болса, қандай болған, соны бөлісіп өтсеңіз. 2020 жылы мен алғаш рет жеңіс жобасына қатысқан болатым. Содан кейін жеңіс жобасы аясында біз тыл ардагерлеріне, қарттарға көмекпен баратынбыз үйлеріне. Содан кейін біз қарттар үйіне бардық. Мен өзім ата мен әженің қызы болғандықтан, маған менталка жағынан, эмоция жағынан өте қиын болды. Өйткені мен өзім әже мен атаның қызым ана жерлерде жалғыз басты қарт әжелерді көргенде өзімді әзер бірақ та бізде осындай зат бар да, балалар үйіне барғанда болсын, қарттар үйіне барғанда болсын, сен эмоционалды түрде тұрақты болу керексің. Тұрақты болмасаң, онда барма дегендей. Сол сәт маған қиын болды, бірақ маған осознание келді. Қазіргі таңда андай бізде жанында адамдар бар да, кішкене қарттар үйі ма, балалар үйі ма, прикол айтады ғой, балалар үйі ма, или болашақта анда кетіп қаламын, сосын сен айтасың, волонтер болып барып көріңдерші. Мен өзім бір-екі жақын досымды, солар негізі мүлде волонтер емес, волонтерлікқа тарттым, көрсеттім. Ол айтады, Милана апарғанына рахмет. Андай бар ғой, ішімде неше түрлі андай сезімдер болды дейді. Сол ең қиыны сол маған қарттар үйіне бару болды. Иә, ол жақта кәдімгідей, мысалға балалар үйіне де барған кезде де жаңағы балалардың жүзіне күлкі сыйлаған кезде, кетіп баратқан кезде қандай болады екен, сол сәттерде жүректе мәңгілік қалатын сәттер, эмоциялық тұрғыда адамды қатайтатын. Тіпті волонтер, яғни тек қана біреуге көмек көрсетіп қана қоймай, өзіне эмоциялық тұрғыда қатты ұстау, білдіртпеу, іштегі жан жүрегіндегі қандай эмоция отқанын сонда білдіретін, ескере жүргеніміз барлықтарымызға жөн болып табылады. Жалпы, яғни бұның барлығы бізде волонтерлікке келуіңіз, эмоциялық сәттер, қандай қызық сәттер болды, соның барлығы ғана осы айдарымызға барлық волонтерлерді шақырып, осылай қызыққа бөлісіп отырмыз. Ендігі кезекте қазіргі уақытта, қазіргі Милана қандай? Қазір сіз немен айналысып жатсыз? Волонтерлік саланы қалай қолға алып жатсыз? 4-ші курс студентсіз, көптеген жоба бар. Өзіңіз тренерсіз, үлгермей қалып жатқанда сәттер бар шығар. Қалай күресудесіз, қандай қызық, немен айналысып жатсыз, сонымен де айтып өтсеңіз. Мен өзімнің студенттік кезімде былай білемін, 2020-2025 жылы алғаш рет студенттік шағын бастауы, андай шарықтау шегіне жеткен кезім 2023-24, мен нағыз шарықтау кезім. Әртүрлі волонтерліктің әртүрлі салаларында өзімді байқадым, конкурстарға қатыстым. 2023-2024 өзім былай нақты бір саланы таңдау кезенім, ал қазір 24-25 нақты бір саланы таңдап, андай орысша айтқанда переосмысление, андай выбор себя дейді ғой. Мен былтыр қатты былай белсенді болмасам да, андай өзім бірақ оқытуды, білім алуды тоқтатпадым. Қазіргі таңда мен өзімді волонтерлік саланың тренер ретінде нақты айта аламын. Өзім 2024 жылы сол алғашқы бірінші бөлімін аяқтаған болатын. Сол кезде мен жарты жылда 10-ға жуық тренингтер өткіздірген болатын. Ол бізде университеттің да алаңында болды, сол сіздермен өткіздірген болды, және де біз сол ауыл партиясына өткіздірген болатынбыз. Ал қазіргі таңда мен өзімнің білімімді шыңдап, айтады ғой, әрқашанда сол білімге ұмтылу керек. Қосымша білім ешқашанда артық етпейді. Сол қазір таңда менде жоспарда бұл проект жазу болып табылады. Енді ол бұйыртса көретін боламыз. Эксклюзив дейсіз ғой қазір. Болады ғой, сен әрине анда-мында жүре бересің, жақсылық жасайсың, бірақ та сен адамдардың есінде бір нәрсе жасап қалу керексің, мен ойымша. Және мен
өзімнің кафедрамда былтыр альфа ұйымын ашқан болатын. Қазіргі таңда ол бізде көбінесе Қазақстан студенттер альянсының кішігірім бөлімшесі, сонымен қатар кафедрада өздері қазір волонтер емес, белсенділер ұйымы болып кетті. Сондай кішігірім өзімнің частичкамды қалдырдым. Ал енді алдағы мақсат менде сол проект жазып көру, сосын көреміз, бұйырғаны болар. Жақсы, бұл жерде бізде қазір бір эксклюзив дейсіз ғой, ешкім білмеген бір жаңалықпен бөлісіп те жатырмыз. Әрине, сізге әр уақытта сәт берсін, бұлай өзіңізден, дұрыс айтасыз, адамды біреулер жақсы адам ретінде таниды, болмаса өзінен кейінгі қалдырған мұра ретінде тіпті жақсы есте қалықтай, тарихта қаларлықтай мысал елестеді. Сізге де сондай жолды бұйыруды барлығымыз шын жүректен тілектеспіз, әр уақытта қолдауға да әзірміз. Жалпы волонтерліктегі қазіргі бәлкім ахуалдар, проблемалар, жалпы осы ортадағы әртүрлі бізде органдар бар, солардың жағынан көмек жағы ма, қолдау жағы, қиындықтар бар ма екен? Болмаса сіздің ойыңыз бойыншағы қазіргі уақыттағы ахуалды мәселелер, проблемалар қандай болып табылады? Негізінен бізде Ақмола облысы, енді өзіңіз де білесіз ғой, Ақмола облысы волонтерлік сала бойынша алғашқы орындарда тұр. Яғни барынша волонтерларға, белсенділерге көмек жасалынған, фронт кеңсе бар, кабинеттер барлығы бар, ресурстар бар. Сонымен қатар волонтерлік сала өз ішінде біледі ғой, экологиялық волонтерлік болсын, таза әлем гранттар бар, сосын ЧС волонтерство болсын, барлық жағынан көмек бар. Бұл жерде проблема, менің ойымша, адамдардың өзінің таңдауында көп студенттар, мысалы жастар қазір қорқады. Мен үлгермей қаламын, тек қана сабақ оқу керек, тағы да сондай секілді. Негізінде бұл нағыз студенттік шақ, ол тек қана білім ғана емес, бұл сенің тұлға болып қалыптасатын кезеңің. Ал волонтерлік сала сен біріншіден әрине жақсылық жасайсың, өзіңнің адамгершілік қасиеттерін көрсетесің, екінші жағынан сен өзіңді осыған дейін көрмеген салаларда сол жұмыс жасап өзіңді көре аласың. Бұнда ең басы таңдау, осознанно және де қорықпау. Бір рет волонтерлік іс-шараға барып көрші, адам міндетті түрде бұл салада қалады. Ал қолдау ол әрқашанда бар, осыған дейін де болған. Сонымен қатар қазіргі таңда өздеріңізді білесіздер, біздің еліміздің президенті айтқан болатын, 2026 жыл халықаралық волонтерлер сол жылы болады деп. Сол себепті де қазір барлық ресурстар бар, барлығы бар. Енді бұл тек қана жастардың өзінің таңдауы болу керек. Қазіргі уақытта бізде ТМО мемлекеттердің арасындағы келесі жыл бізде волонтерлер жылы болып табылады. Өте көптеген форумдар, көптеген басқа мемлекеттегі волонтермен танысу барысы жүзеге асырылатын болады. Бұл жаққа бізде мемлекетіміздің президентінің қолдауы өте айрықша еңбегі бар. Себебі қазіргі уақытта мысалға волонтердің өзі арнайы заңы да шыққан болатын, конституцияға енген. Яғни осы орайда осындай сәттер өте жақсы қуантады. Яғни бізде сіздің ойыңыз бойынша проблема тек адамдардың сана сезімінде, өзінде болып табылады. Дұрыс бағыт-бағдар берсе, барлығы бұл бағытпен, бұл саламен жақынырақ таныса өтсе, елімізге де өте жақсы болады деген ойдамыз. Жақсы, өте керемет. Ал сіздің мысалға жаңа айтып өттіңіз, өзіңіздің шарықтау кезіңіз болған болатын, студенттік шағыңызда өзімізді енді не понаслышке дейді орысша айтқан кезде білеміз, көрдік та өте көптеген жан-жақты қызмет атқардыңыз. Қалай үлгердіңіз соның барына? Яғни үйдегілердің қолдауы қалай осы жаңа сала бойынша, бәлкім бір жақындарыңыздың қолдауы айрықша болып, мотивациялық тұрғыда жақсы болды ма? Қалай осының барлығын күресе білдіңіз, жеңе білдіңіз? Бірінші курста мен мынандай жағдай болды, şimdi осылай мен өзімді по течению бара жатқанын сезіндім да, сосын андай ойладым, менде қалды 4 жылым, мен оны жай зая кеткен қалғымаймын, бүкіл нәрсені көргім келеді. Бірақ та менде андай синдром отличницы деген нәрсе болатын. Мен любой нәрсені бастасам, андай жақсы атқару керек та. Сосын үйдегі мен жақындарыма рахмет айтқым келеді, өйткені олар әрдайым да маған көмектесетін. Анда бар, мында бар, ешқашан айтпайтын, ой керек емес, зачем саған, там бір нәрсе болып қалады деп. Жоқ, ондай емес. Менде өзімде үйде нағашыларым да, өзім әжем де, апам кезінде сол радиода жұмыс істеген, атам активист болатын, мамам да андай шығармашыл адам да. Олар маған наоборот восхищаться ететін. Давай, Милана, молодец, мы в тебя верим. Только байқап жүр, бірақ анда бар, мында бар, студенттік шақ енді қайтып келмейді. Ең бастысы бас аман болса болды, бірақ та қолынан келгенше барлығын жасай бер дейтін. Мұнда жақындардың қолдауы маған өте андай септігін тигізді. Және олардың сол рахмет айтқым келеді жақындарыма. Ал қалай барлығына үлгердім? Андай менде распорядок дня болды, планировал деп айтпай-ақ қояйын. График жоқ. График жоқ менде. Андай мен по правильному течению андай тез баратын. Сосын мен осындай адамда менде адаптация деген қасиетім алғашқы орындарда тұрды. Характеристика бойынша мен любой нәрсеге барғанда, кез келген нәрсеге барғанда тез бейімделем жаңа ортаға. Мен еще сабақ оқығанды өзім жақсы көремін, андай сабақты үлгересің. Сосын параллельно так еще осылай болды да менде, білмеймін, бұл
үстінен көмек болды, мындай расписанием күшті болады да. Сосын іс-шараға баратын кезімде андай боспын да. Ыңғайлы болады. Иә, анда универде де үлгеретінмін, мұнда да үлгеретінмін. Сонда маған мұғалімдер айтатын, сабағымды үлгерсем болды, бірақ олар өздері маған көмектескен. Милана молодец. Қазақстанда өздері айтып жатыр, Милана бізде активистка, наша активистка пришла деп жүреді қазір. Қазір мақтайды дейсіз. Иә, қазір мақтайды. Сол кезде керісінше жолдан тайдырған, болмаса шалған сондай бір сәттер болды ма екен? Бәлкім біреу енді көре алмаушылық деген де болады бізде. Барлығына тән қасиет ол, иә. Біреу мысалға қаламай тұрып, бірақ зияндық жасап қалуы мүмкін. Сондай сәт болды ма сізде? Болса, енді аттарын атамай қойсаңыз болады әрине, бірақ қалай сол нәрседен өттіңіз? Бізге қызық болып жатыр. Болды. Бұл менде 2023-24 жылдарда болған болады. Андай жанында жақсы таниды деген адамдарым артынан сіз айтатын, там, она недостойна, там, ой, ол жай ғана жүр, күлімсіреп жүр, там, немесе у него там все легко получается. Өзім жанында бір ұйымда болған адам, бір бала айтатын маған, у тебя все легко получается, сен қиналмайсың деп. Сосын бір үлгі тұтатын адамдардың бірі де айтқан болатын, енді вот недостойна, там, поставить еткісі келген деген. Сол кезде мен кішкене андай ызалаған сәтім болды, бірақ та я приняла. Маған апам осылай үйрететін, сені ренжіткен адам болса, сен оған жамандық емес, ұйықтардың алдында жақсылық тіле. Андай саған рахметімді айтам, тек қана жолың болсын деп. Сол кезде сен бүкіл ситуацияны ұмытасың да, тек қана жақсы нәрсені есте аласың. Сосын маған өзімнің ағайларым айтқан, басқалар не айтса да айта берсін, ең басы сен өзің дұрыс жасап жатқаныңды білесің ғой, жасай бер, алға баса бер деп. Сол қалды есімде. Иә, өте күшті. Есімде ондай сәттер менің де. Жалпы бұл жерде өте қызықты жағдайлар өте көп басымызда өткен болатын. Жалпы ондай сәттерді барлығына айтармыз. Қазіргі уақытта ешқашан артқа қарамау керек, тек қана алдыға. Сіздер жайлы сөйлейтін адамдар, ол сіздің артыңызда қалғандар деп есептеу керек. Яғни алдағы уақытта сізде барлығы, жаңа Милана айтып өткендей, оның өмірінде орналасқандай, барлығы оңайлықпен табылып жатса, онда міндетті түрде бұл сіздің дұрыс жақта екеніңізді, дұрыс бағдарда екенін көрсетеді. Яғни жасыл жолмен дейміз ғой, зеленый свет дейді. Сол сияқты жүргеннің бір айрықша белгісі болып табылады. Міндетті түрде сіздің өтіп жатқан жолыңыз қиындыққа көп болмау керек. Негізінде айтады ғой, бұл сіздің жолыңыз болсан да, өз миссияңмен келе жатсаң, мақсатымен келе жатсаң, негізі барлығы өзі дұрыс болады. Тек қана өзінің ішкі интуицияны, ішкі түрткіні сезе білу керек. Әрине, түйсікпен сезген алға жол жылдайды деген бар ғой. Сол сияқты. Яғни шекара болмау керек қой, айтқан кезде. Жақсы, тағы да ары мысалға сіздің болашақтағы осы жаңа айтып өттіңіз ғой, бір жоба өзіңіздің неңізде бар, иә, жоспарыңызда. Одан бөлек, волонтерлік саладан бөлек жеке мысалға тұлға ретінде қалыптасуыңыз, оқуды аяқтаған соң ары қарай қандай жоспар бар? Не істегіңіз келіп жатыр? Қандай уже алға қойған өзіңіздің белгілеріңіз бар? Соны айтып өтсеңіз тағы. Негізінен мен андай өзімдің кезінде де Сымбат апай деген руководитель болатын ұйымымызда. Ол кісі айтты, Милана, сен мультипотенциал адамсың, андай неше түрлі қызығушылықтарым бар деп. Мен кішігірім өзім саясатта да былай көрдім, госорганда да жұмыста көрдім, мектепте андай менеджер по продажам да болып көрдім. Енді қазір ойлайтыным, мен осы педагогика саласында әзірге кетемін деп отырмын, бірақ ол нақты математика па, физик па білмеймін. Алла жазса менде жақын арада оқыту болады. Сосын мен бір үлкен қызық ауқымды жобаға өзімнің заявкамды тапсырдым, анкетті. Бірақ қазір айтпай-ақ қояйын. Тағы бір эксклюзив. Ол жоба негізі ашылу күні болып жатыр ғой. Ол жобаны негізі көбі біледі. Үйдегі апам ғана біледі бір жоба қатысатынымды. Ол 4 отбордан өтеді. Мен қазір 2-ші отборындамын, кезеңдемін. Қазақстаннан 3000 шақты адам оған қатысады. Бұл бізде әлемдік деңгейде болып жатыр ғой. Негізі, иә, ол әр әлемде бар. Қазақстанда ол жақында ашқан, оның основателі Назарбаев университетін бітірген адам. Бұл жоба мұғалімдікпен байланысы деп айтып қояйын. Бірақ қазір нақты атын айтпаймын, сосын андай көресіздер. Жақсы, алдағы уақытта бәрімізге қызықты. Қазір мен де біліп отқан жоқпын, шыны керек, бірақ өте бәріміз көргіміз келіп бара жатыр, білгіміз келіп бара жатыр. Сол жаққа уже қатысып жатсыз қазір уақытта? Қатысып жатырмын. Енді Алла жазса, жақын арада менде интервью болады. Мәссаған. Жалпы былай жасайық, қай уақыттарда біз біле аламыз бұл не екенін, қайдан біле аламыз? Бәлкім бір сайттарда, бір бұқаралық ақпараттар желісінде бар ма екен бұл нәрселер? Ол оның нәтижесі сол парақшаң Инстаграмда жарияланады негізінде. Егер де орта жолға дейін, мен негіз соңына дейін барам деп отырмын, сенемін енді бұйырған кетпес, қуған жетпес еді ғой. Орта жолына да жетсем, бұл маған мен үшін үлкен тәжірибе болады. Инстаграмға салатын боламын, андай көресіздер, бірақ негізі ол жобаны сіз де білесіз деп айтып қояйын. Барлығымыз бірге Милананың аккаунтына тіркелуіміз қажет сияқты ғой, подписчик жинап отқан сияқты ма, қалай өзі. Жақсы, міндетті сәттілік тілейміз, тек қана қуана қолдаймыз, қолдаушылардың да саны осымен артады деген ойдамыз. Жалпы ары қарай сізде өте көптеген бір андай тоқталып қалмайтын жан болып табылады екенсіз.
стоп жоқ дейсіз ғой, тек қана алға жан-жақты болу өте дұрыс қасиет. Алдағы волонтерлерге де өзімізден кейінгі келе жатқандарға да айтарымыз сол, жан-жақты болуымыз қажет. Өзіміздің көзқарасымызды әр уақытта өмірге деген көзқарасты сәл болсын үлкейтіп, ұлғайтып, бір бағытпен ғана жүріп қоймай, әртүрлі бағытты адам болу өте дұрыс болып табылады, Сосын осындай нәрсе бар да, қазіргі таңда мен қатысып жатқан жоба, секретный жоба, оның негізін қалаушылардың бірі, мен 2025 жылы алғаш рет волонтерлер мектебіне қатысқан болатын. Сол кісі, ол спикер болған сол кезде. Яғни мен қазіргі таңда маған көмектесіп жатқан жандарым барлығы, мені сол волонтерлікқа таныстырған негізінде. Осындай сөз бар ғой, андай сенің өміріңді өзгертетін заттар, ол адамдар барлығы сенің жақындарың емес. Ол сен бір салада танысқандай, случайно адамдар болады. Дәл солай қазір менің өмірімде болып жатыр. Дәл сол өзіңіз кездейсоқ танысқан адам өміріңізге қатты ықпал тигізіп жатыр, былай айтқан кезде өте жақсы. Бірақ былай ғой, жаңа танысқан адам сескеніп қана қоймай, одан да бір пайда, болмаса оның да бір сізге әкелетін жақсы жақтарын да қарап жүрген дұрыс. Жақсы, өте керемет. Тағы да волонтерлік саласы бойынша айтатынымыз, бұны біз әр уақытта осы айдарда волонтерге қойып жатырмыз. Сіздің ойыңызша болашақтағы волонтерлік, яғни мысалға біз 3 деңгейдеміз, біздің өзіміздің алдымызда өткен кезде волонтерлердің жағдайы емес, енді оларға жасалған жағдайды айтып өтейік. Мысалға көбісінде белгілі жиналу жері, место сбора дейміз, әртүрлі жиындар өткізу қиын болатын. Шараларға да жаңа қатысу мәселесі болсын, ұйымдастыру мәселелері қиынға соқтыратын. Одан кейінгі бір кезеңде керісінше жағдайдың барлығы дұрыс жасалып, волонтерлердің жиналатын орында болды. Яғни қандай шара ұйымдастырамыз десе де, атқарушы органдардан қолдау өте жақсы болып, қазіргі уақытта міне сол бағыттар бойынша дамып келе жатыр. Енді сіздің көзқарасыңыз бойынша алдағы уақыттағы волонтерлік, яғни бұның шегі бар ма екен, әлде керісінше тоқтауға болмайды, әрі қарай болмаса өзіңіз қандай қылып көргіңіз келеді, сол жайлы бөлісіп өтсеңіз. Мен көргім келетіні, волонтерлік сала бұл андай артқа бармай, тек қана алға баратын сала ғой. Оның негізі мен ойымша оның шегі жоқ, ол тек қана жыл сайындай жаңартыла береді, немесе бір нәрселер қосыла береді. Өз өнерімізге келсек, волонтерлік ұйымдардың бір-бір арасындағы андай бәрі бір-бірін танысса, нетворкинг орнатса, мен ойымша өнерімізде волонтерлік саласы одан да көп арта береді. Алла жазса, енді 5 желтоқсан халықаралық волонтерлер күні ғой, бізде жыл сайында форумдар, іс-шаралар өтеді. Сол кезде де бүкіл ұйымдар бір-бірін танысып, андай нетворкинг құрса, андай нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Жалпы олардың қарым-қатынасын жақсарту, нығайту біздің де өте қазіргі уақыттағы жоспарымыздың бірі болып табылады. Неге? Өйткені жыл сайын бізде ондай қатты не болмайтын, утечка дейміз ғой, ондай қатты болмайтын. Бірақ биыл осы жылдар басталғалы көп басшылар ауысып, волонтерлердің жаңа қатары, студенттер оқуларын аяқтап, әрқайсысы волонтерлік орталықтардың жалпы атқарушы бірінші адамдары дейміз ғой, солар ауысып кетіп, өзімізді былай айтқан кезде біреуін жинай алмай қалғанда сәтіміз бар. Енді қазір жақын арада барлығымыздың басымыз қосылып, бір нетворкинг орнатып, алдағы уақытта осы бағытпен тағы да дамып жылжып, сол 22-23 жылдардағы белсенділікті тағы да бір мәрте арттырамыз деп өте қатты жоспар қойып отырмыз. Жалпы тағы да бөлісетініңіз болса, біздің болашақ волонтерлерімізге осы видеоны көріп жатқан жандарға айтатын болса, камераға қарап өзіңіз айтып өтсеңіз болады. Ең бастысы сіздерге айтарым, қорықпаңыздар, тек қана алға баса беріңіздер, және де егер де бір затты жасасаңыздар, оны шынайы ниетпен, ақ пейілмен жасаңыздар, айтады ғой, делай то, что любишь, люби то, что делаешь дейді. Егер де қолыңыздан келсе жасаңыз, және де әрдайым тәуекел ету керек, тәуекелге бел болу керек. Өйткені сіз білмейсіз, қай жақтан кейде сізге жақсы болып көрінген нәрсенің артында жамандық жатуы мүмкін. Ал кейде сіз ойламаған қиындықтың артында жақсылық жатады ғой. Волонтерлік сала бұл әрқашан барлығы жеңіл болады, әрдайым күліп жүретін, қуаныштың негізі мекен деп айта алмаймын. Сіз неше түрлі жолдан, неше түрлі адамдармен өтесіз, тұлға болып қалыптасатын кезеңіңіз. Сол себепті де барлықтарыңызды волонтер болуға шақырамын, немесе іс-шараларға қатысып көріңіздер, және де ең бастысы өзіңізге сеніңіздер, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегін екі жақтап деп Абай атамыз. Мәссаған, не деген керемет қанатты сөздер, құрметті достар. Тек қана өзіміздің ортамызда, осы волонтерлердің арасында сіздердің барлықтарыңызды қуана күтеміз. Алдағы уақытта да осы айдарымыздың, жобаларымыздың жалғасуына көптеген керемет волонтерлерді шақырамыз. Бізбен бүгін болған Милана Болатқызы өте керемет сұхбат болды деген ойдамыз. Видеоны
әр уақытта қолдап отырыңыздар. Сізге де келгеніңізге үлкен рахмет. Қызықты айдар болды, қызықты сұхбат болды. Біз өзімізге де жаңағы эксклюзивті материалдарды жинап алған болатынбыз, және де ең соңында керемет Абай атамыздың айтып кеткен нақыл сөзмен аяқтауға тура келеді. Сау болыңыздар, көргендеріңіз үшін рахмет.